Ассалаумағалейкум, инста достар. Бүгін мынандай қызанақты дәретхананың қағазына өсіріп алуды қалай егуді көрсететін боламын. Бұлай егіп жатқан себебім, қазір жыл жайында қияр өсіп тұр. Сол себептен кәдімгі кассетаға егіп, болмаса стакандарға егіп, ойқа өсіріп алуға ешқандай мүмкіндігім болмай тұр. Себебі қияр салып тұр, ол жерде ешқандай қоятын жер болмай тұр. Сол себепті үйде мынандай осындай немен әдіспен өндіріп өсіріп алып, кейін пикировка жасайтын боламыз. Бұл үшін мынандай көлеңкені кесіп аласыздар. Кәдімгі көлеңкелер бола береді. Осыны мынау қағазға турлап кішкене бір асыңқырап өйстіп кесіп аласыздар. Ұзындықтары әртүрлі. Бұдан да ұзындығы бола алады, бұдан да қысқа қылып та жасауға болады. Енді өзім ыңғайлығы осындай етіп кесіп алдым, 1 метрдің шамасында. Енді осы қағазды былайынан қойып шығамыз. Көлеңкенің мынандай жиегінің басымен бірдей қылып. Екі қабаттау керек, себебі ертең су тигеннен кейін бұл жібіп тез жыртылып кететін болады. Сол себепті екі қабат қылу керек. Бұл қағаз әртүрлі болады. Бұл қағаздың бұл қазір су сепкен кезде бұл созылады екен, созылмайтын түрлері де бар. Үйдегі қағаз ала салдым. Ондай су бүркеппен осыны сеуіп, былай су сеуіп шығамыз. Бұндай әдіспен бұл қызанақ болсын, қияр болсын, осындай амалмен әдіспен шопақты өндіріп, қағазды 1-2 аптаның шамасында ұстап тұруға болады. Міне мынандай қылып суды сеуіп қойдық қағазға. Енді мына дәнді салып шығамыз. Енді мен көп егетін болғандықтан арасын 1 сантиметрден тастаймын. 1 сантиметрдің шамасында. Мына басынан, көлеңкенің қағаздың басынан 2-3 сантиметр тастап, мына жиектен қағаздың басынан төменге қарай 1 сантиметр қойып тастап шығамыз дәнді. Мінекей осы шамада. Егер азғантай егетін болсаңыздар, арасын ашып егуге болады. Арасын 5 сантиметрден де 2 сантиметр әртүрлі қылып. Ол өздеріңіздің егетін тұқымдарыңызға байланысты. Бірақ мен көп егетін болғаннан кейін арасын 1 сантиметрден егемін. Өйстіп қойып шыға бересіздер. Мынандай тұқымдарды қойып шықтым, арасын 1 сантиметрден, мына жиектен 1 сантиметр төмен қойып шығасыздар. Қайталап айтып кетейін, егер тұқымдарыңыз аз ғана егетін болсаңыздар, азғантай ғана помидор, қызанақ, арасын ашып егуге де болады. Бірақ мен көп егетін болғандықтан 1 сантиметрден егіп. Енді осындай аяғына дейін 3 сантиметрдей жеткізбей қоясыздар. Сосын мына көлеңкені қағазға осылай жайлап ұрап шығасыздар. Екі басы бірдей болған қарап, жақсылап қарап ұрайсыздар. Бұлай егудің әдісі черная ножка дейді. Қарасан деп айтып жатады қазақшасында.
сондай ауруға ұшырай бермейді екен бұндай әдіспен өсіретін болсаңыздар. Мінекей осы орап алдық. Енді мынандай торттың ыдыстары болады ғой, бетінде қышылап қалған қақпаған ыдысы. Сондай ыдысқа әдемі болады негізі, бірақ менде қазір ондай болмағандықтан мынандай бір неге ыдысқа еге салдым. Бұның түбіне 2 сантиметрдей, 1 сантиметрдей су құясыздар. Жылы су болған дұрыс. Сөйтіп, бұны қатты толтырып жіберуге болмайды. Осындай көлемде су болу керек. Түбінде осыдан су тартып, нәр тартып, мынаған бойына су беріп тұрады. Осылай қойып шығасыздар да, сөйтіп бекіп болғаннан кейін, осылайынан қойып болғаннан кейін, кәдімгі стақанға да қоюға болады, енді көлемдеріңізге байланысты. Сөйтіп болғаннан кейін кәдімгі көлеңкемен бетін жауып, жылылау, көлеңке, қараңғылау жерге қойып қойсаңыздар, бір 5-6 күннің ішінде өніп шығатын болады. Соны өсіп өніп болғаннан кейін қалай ары қарай не істеу керектігін алдағы видеоларда көрсететін боламын.